Парламент сайлауы, ұрлық болды, тонау болды, бәрін көріп отырмыз, біліп отырмыз. Сол Сарыағаштағы жағдайды айтып беріңізші, басыңыздан өткен. Сенім өкілі әрбір жерге кіреді де не болып жатқанын көреді. Сайлау болып жатқан жерге кірдік. Түскі сағат 11. Хатшының жанына жақындадық. Мониторға қарасам, не көрдім деңізші? Кешкі протоколды толтырып отыр. 100% елдің бәрі қатысты. Бәленбай Түгенбаевқа жүрегім тоқтап қалды. Сарыағашта сайлау солай болды. Әгіні көріп, қаным басыма шауып, тәуелсіз бақылаушылар бәрі шу ете қалды. Алмасбек аға, көмектесіңіз. Мына жерде заң бұзылып жатыр. Сайлау учаскесінің төрағасы алмайды дейді. Ақсақал бергеңіз. Ақсақал деген, көкте жүрген екен. Ауызша полемика болды. Мектептің алдында ұстаздар қойша үйіріліп жүргенше, кірет, шығат, кірет, шығат, кірет, шығат. Мынандайды көргенбіз, оны карусель дейді ғой. Автобусқа шалып алып, ана жерге апарып түсіп, олар топырлап кіріп шығып, келесі жерге кіріп. Түркістанда олай емес. Ұстаздың бәрі есігінің алдында тұр. Удостоверение жоқ, соның бәрін беріп жатыр. Соның барлығын айтсам, участок төрағасы, сен мына жерде шу көтеріп жатсың, сөйлеме бұларға. Бар деп физкультура трудтың ұстаздары, ер адамдар шәуілдеп үріп, қатты сөйлегенім сол болған. Сіз шалсыз, ақсақал емес. Мынауыңыз не, қойыңыздар деп.